Алға бағдар ұстау үшін соңындағы соқпағының қандай болғанын ұмытпа деген ақыл бар. Осыдан 24 жыл бұрын тәуелсіздігін алған қазақ елі ұлт көшбасшысының беделі мен сауатты басқаруының арқасында аз уақыт ішінде халықаралық қауымдастықта айтарлықтай маңызға ие болды. Шетелдіктердің аузында Қазақстан, Нұр-Сұлтан деген егіз ұғым жатталды. I know that it's a great place and I enjoy living and working here. And during my time here, I've learned a lot about the history of Kazakhstan. Қазақстан үлкен территориясы бар мемлекет. Мені таңғалдыратын деректер көп бұл елде. Ең алдымен ол Нұрсұлтан Назарбаевтың жаңа астананы салуы және оны дамытып өркендетуі. Бүгінде қазақ елі Экспо 2017 көрмесіне әзірлік үстінде екенін білем. Бұл елдің дамуына жақсы мүмкіндік. Мені қазақ халқының тарихы мен мәдениеті қызықтырады. Мен Байқоңырда болдым. Түркістан Қожа Ахмет Яссауи мавзолейін тамашаладым. Бір-екі қазақша сөз жаттадым. Саламатсыз ба, рахмет, жақсы. Your president is an incredible diplomat. Нұрсұлтан Назарбаев ерекше қабілеті бар саяси тұлға дер едім. Бүгінде саяси сарапшылар әлемде Қытай, Ресей, Қазақстан президенттерінің беделі жоғары екендігі мойындап отыр. Қазақ елінің президенті мемлекетін бейбітшілікте, тұрақтылықта ұстап келеді. Қазіргідей қиын жағдайда саяси мәселелер ушыққан уақытта бұл үлкен жетістік екені даусыз. This is my first time in Kazakhstan. I came to Kazakhstan because I had read about the grammar school program here. Тәуелсіз Қазақстанның тарихында Нұрсұлтан Назарбаевтың рөлі ерекше маңызға ие. Ол құрметті тұлға, онымен мақтануға әбден тұрарлық. Ол елін көркейту үшін аянбай қызмет жасауда. Талай сындарлы сәттен елді аман-есен алып шығып, даму бағытында тиімді әрекет алгоритмін жасап келеді. At the moment, not a whole lot right now, but I would like to once I get out a little bit more and see a little bit more of Florida and Kazakhstan. Мен Қазақстан туралы өз елімде жүргенде көп оқыдым. Қазақстан бейбітшіліктің туын көтерген ел. Мұнда қазір төрткүл дүниеде қасиетке айналған саяси тұрақтылық бар. Қазақ жерінде қорықпай ұйқыға жатып, қорықпай ойнасың. Бұл біле білгенге үлкен бақыт. Мұның бәрі ел президенті Назарбаевтың дұрыс саясат ұстана білуінің арқасы дер едім. Менен достарым сені Қазақстанда полиция тоқтатпай ма? Саған бұзақылар тиіспей ме? Ол жақта қорқынышты емес па деген сұрақтарды әдепкіде жиі қоятын. Мен оларға Қазақстан шын мәнінде тыныш, бейбіт, зайырлы, демократиялық, дамыған мемлекет екенін айттым. Мұнда қауіпсіз, ал бұл ел дамуының басты көрсеткіші дер едім. Тыныштық пен қауіпсіздік болмаса, өркендеу мүмкін емес. Сондықтан елін осындай керемет жағдайда ұстап отырған ұлт лидері Назарбаевтың еңбегі өлшеусіз дер едім. Our president in Kazakhstan, I feel like a Kazakh now. Қазақстан әлемдік қауымдастықта беделді мемлекет саналады. Қазақ елінің тарихы мен мәдениеті теңдесі жоқ, керемет, үздіксіз зерттей берген келеді. Қазір Қазақстан қарқынды дамуда. Мұнда жұмыс жасаған жанның рахаты дер едім. Бейбіт ел, халқы қонақжай. Қайда барсаң да ақкөңіл жандар алдыңнан шығады. Осындай елі бар. Назарбаевтай президенті Қазақстан халқы шын мәнінде бақытты. Ал британдық Амир Аббас қазақтың қызын жар етіпті. Ол да өз кезегінде көрген түйгенін былайша ортаға салды. Қазақстан президенті туралы айтар болсам, Назарбаев барлық аймақтың тыныс тіршілігін жіті қадағалауда ұстайды. Өз көзімен көріп, мемлекеттік қызметтің басында отырған азаматтарға тиісті тапсырмалар береді. Оны күнделікті ақпарат құралынан көріп жүрміз. Жақында ғана Қызылордаға да келіп кетті. Қазақ халқы ақжарқын қонақжай, әрдайым мейманына төрден орын ұсынады. Сый құрметтің төресін көрсетеді. Менің қазақ еліне деген ықыласым ерекше. Мемлекет басшысының құруға сәл-ақ қалған Арал теңізін сақтап қалуда жасаған батыл қадамын ирландиялық Айлиш О'Нейл айрықша бағалайды. Recently we went to Aral Sea in the Oblast. Мені биолог ретінде Арал теңізінің проблемасы әрі толғандыратын, әрі тағдыры қалай болар екен деген сұрақ қызықтыратын. Қазақстан шын мәнінде айтарлықтай ғасыр жобасын қолға алды. Өлуге шақ қалған теңізді тірілтті. Тірілтіп қана қоймай, бүгінде балық шаруашылығын дамытуда. Теңдесі жоқ жоба. Bir сөзбен айтқанда, өзің көрмесең фантастика дейсің. Бірақ Назарбаев оның реалити екеніне әлемнің көзін жеткізді. Иә, сырт көз сыншы десек, олардың біздің мемлекет басшысы туралы пікірі осындай. Өмір бір орында тұрмайды. Жаңа кезең, жаңа әрекет алгоритмін талап етеді. Қазақстанның жаңа әрекет алгоритмі ол күні кешегі ел президентінің халқына жолдауы.
Қауыртта қарбалас кезеңде елбасы әркез сауатты шешім қабылдай білетін қасиетімен ерекшеленеді. Қазақстандықтар әлем мойындаған ұлт лидеріне бек сенімді, ертеңіне сенімді, күш қуатына сенімді. Айнұр Тұңғышбаева, Алмат Меңдібаев, Ержан Тәженов, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.